Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Бүгін біз 3-ші сынып қазақ тілі 80-ші сабақ зат есімнің тәуелденуі тақырыбында сабағымызды жалғастыратын боламыз. Және де осы видеоны достарыңмен, сыныптастарыңмен де бөлісіп қоюды ұмытпайық. 56-шы жаттығу өлеңді түсініп оқы. Үйрену. Ұзын құйрық инелік, инелікке тимелік. Тік ұшақты жасадық, инеліктен үйреніп. Суда жүзген балықты, бақыладық байыпты. Соған қарап жасадық, біз сүңгуір қайықты. Ақ құманның оттағы, бүлкілдейді қақпағы. Соған қарап белгілі, паровозды тапқаны. Аяз шебер суретші, салады әсем суретті. Терезені оюлап, өрнектеуді үйретті. Осы өлеңнен байқауымызға болады, біздің тікұшақты қалай жасағанымыз, мысалы сүңгуірді, аққұманға қарап паровозды, сурет салуды қайдан білдік? Аяздың, яғни қыс мезгіліндегі терезеге салған ою өрнегінен. Енді сұрақтарға жауап бер. Ғарышқа ұшу қалай пайда болды? Адам қайықты қалай ойлап тапты? Бұл мәшинесі қалай дүниеге келді? Адам табиғат құбылыстарынан тағы нені үйрену мүмкін екенін топта талқыла. Өлеңнен тәуелдеулі сөздерді тап, сол сөзді үш жақта жекеше көпте түрде тәуелдеп жаз. Адамдар бірінші ғарышқа итті жіберген. Одан кейін ит аман сау келгенде, адамдар да ғарышқа ұша бастады. Бастапқы кезде қайық есебінде жыртқыштың терлері пайдаланылған. Қайықшылар бағыт-бағдарды айқындап, желдің соғу бағытын ескеріп отырған. Содан кейін барып, діңгектер шығарыла бастады. Бұл мәшинесі Англияда 19 ғасырда пайда болды. Оны ойлап тапқан Уат. Бізде тәуелденген сөздері қақпағым сөзі екен. Осыны жекеше және көпше түрде тәуелдеп көрейік. Бірінші жақ қақпағым, екінші жақ қақпағың, үшінші жақ қақпағы. Көпше түрі: бірінші жақ қақпағымыз, екінші жақ қақпақтарың, үшінші жақ қақпақтары болып жазылады. 57-ші жаттығу сөз жұмбақтың шешуін тап дейді. Құйрығы айыр құс. Әрине бұл бізде қарлығаш. Балды жақсы көретін аң аю, оқу құралы кітап. Жыл 12 ай бір түсте тұратын ағаш ол шырша, жаңбырдан кейін пайда болатын доғал ол кемпір қосақ. Бізде енді шықты негізгі сөз шатыр сөзі. Енді осы шатыр сөзін біз тәуелдеп көрейік. Бірінші жақ шатырым, екінші жақ шатырың, үшінші жақ шатыры. Көпше түрде: бірінші жақ шатырымыз, екінші жақ шатырларың, үшінші жақ шатырлары. Келесі бізде 58-ші жаттығу. Төмендегі сөйлемдерден адырна мәтінін құрастыр. Бізге берілген сөйлемдер, бірақ орындары адасып кеткен. Осыларды біз өз орнымен жазуымыз керек. Адырнаны жасау үшін ең алдымен адырнаны дайындау үшін алдымен ағаштан құрап шанақ мүйіз жасайды. Сонан кейін мүйізге жағалай құлақтар бекітіліп, ішектер байланады. Сонан соң шанақтың асты үсті темірмен қапталады. Дайын болған аспапты екі тізенің үстіне қойып, оң қол және сол саусақтармен ойнайды. Алдымен сонан кейін ақырында сөздерін пайдаланып,
зат есімді талдау үшін не істейміз тақырыбында 7-8 сөйлемнен тұратын мәтін құрастыр деді. Мінекей мен құрастырдым, сендер де өз нұсқаларында құрастырып көріңдер. Алдымен зат есімді талдау үшін оны мәтіннен тауып, оған сұрақ қоямын. Сонан кейін түрлеріне қарай ажыратамын. Жалқы есімдер бас әріптермен жазылатынын ескеремін. Сонан соң құрамына қарай талдаймын. Түбірін тапқан соң жұрнақ пен жалғауды шартты белгілермен белгілеймін. Ақырында жалғаулардың түрлеріне қарай ажыратамын. Келесі бізде 59-шы жаттығу. Берілген тақырыптың біреуімен хабарлама жаз дейді. Зат есім туралы не білдім? Сөйлеуімізде зат есім қандай рөл атқарады? Яғни, заттың атын білдіреді, кім не деген сұрақтарға жауап береді, зат есім тәуелденеді, негізгі зат есім және туынды зат есім болып бөлінеді. Зат есім жекеше және көпше түрде болады. Зат есім жалқы зат есім және жалпы зат есім болады. Заттың аттары, адамның аттары, жер су аттары, жан-жануарларға қойылатын аттар жалқы есім болса, жалқы есімдерден басқа зат есімдерді жалпы есімдер деп табуымызға болады. Мінекей осымен біздің зат есімнің тәуелденуіне берілген тапсырмаларымыз бен жаттығуларымыз аяқталды. Осы видеоны достарымен, сыныптастарымен бөлісуді ұмытпайық. Әрине менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше сау болыңдар.